Дариға Бадықова күйеуін тастап кеткеннен кейін өмірінде қандай жағдай болғанын айтып берейін. Енді әлеуметтік желіде шулап жатыр. Тіпті экс-күйеу Дарханның өзі мынандай сұхбат берді. Бұл өмірді ажырағаннан кейін 40 килограмм салмақ тастадым деді. Бадықованың бұрынғы күйеуі Дархан Мұсабаев әлеуметтік желідегі сторисінде шығармашылық жұмыспен айналысып жатқанын хабарлады. Ол студияда ән жазып, киноның сценарийін қарап, алдағы күндердің жоспарын талқылап отырғандарын айтты. Дәп қазір студияда ән жазып, киноның сценарийін қарап, алдағы күндердің жоспарын жоспарлап отырмыз деп жазды актер өз жазбасында. Бұған қоса, Дархан Мұсабаев біраз уақыттан бері желіге көрінбей кеткенін айтып, жағдайының жақсы екенін жеткізді. Мені жоқ болып кетті деп уайымдап жатқан ағайын. Аллаға шүкір, менде бәрі жақсы. Өмірден қателесіп сүрінсең де, ешқандай қылауға қақың жоқ. Балам деген әкемнің бір ауыз сөзі маған қанат беріп жігерлендірді. Әкемнің сол сөзінен кейін бірден өзімді қолға алып, спортпен шұғылданып бастадым. Сол күннен бастап бүгінгі таңға дейін 3 ай уақыт өтіпті. Сол уақыт аралығында 130 келіден 90 келіге түсіппін. Дағда бір өзіме ұғынғаным, ешбір жеңіс еңбексіз келмейтініне көзім жетті. Құлау оңай, тұру қиын екен деді ол.